Жігітіңіз қанша ақша табу керек? Ойбай, ана угадывать ету керек. Тез айтыңыз, тез айтыңыз. Миллион тұрған жерде не? Білмеймін, айтыңыз. Ислам қанша? Ислам қанша табады? Күле бермеші болмайтын нәрсе екен. Анандай айтайын. Ислам миллион табу керек. Оның зараманымен оқып. Білмеймін. Нақылды алғым келіп тұр, ұнап кетті. Да, ұнап тұрмын уже. Қазір дұрыс әзір бермесең, сенің адамгершілігің... Онда айтайын ба? Онда күйеуімнің қанша ақша табатыны маңызды емес. Адамгершілік. Ана достарының қолдап атқан достарын қараңыздар. Исмің қалай? Есім Амина. Амина деп бір құшақ. Амина! Ислам деген қайсысы? Ойбай. Исламды стройкаға жіберіп миллион тапсын деп ойлап атқан жа. Амина ханым маңызды емес деп айтқаны үшін Margo Flowers'тан осындай гүл шоғын ұтып алды. Қуаныштысыз ба? Өте қуаныштымын. Да, қайдан келдіңіз? Мен универден. Сабақтан, иә? Иә. Margo Flowers'тан бұрын сонда гүл алып көрдіңіз бе? Жоқ. Первашпын ғой. Первашсыз ба? Алматы енді келіп жатырмын. Margo Flowers'тан гүл алмасаңыз, парақшаға тіркелген болсаңыз, қазір сізге үстінен тағы да ақша беремін. Ой, Көрейік. 102% тіркелмеген бұл. Көреміз. Міне, бәріміз менің инстаграмды ашамыз да. Өзіңді ансап деген өлеңді жаңа ғана айтып келе жатты, соны Міне. видеоның соңында көре аласыздар. Тіркелмепті, тіркеліп камераға көрсетіп қойыңыз. Тіркелген үшін 1000 теңге аударамыз. Мен бүгін әбден плюстап. Амина ханым тіркелген үшін 1000 теңге аудардық. Тұрады. Жігітіңіз шын мәніне келгенде айына қанша ақша тапса екен деп ойлайсыз? Менен көп тапса болды жаңа. Мен көп табамын ақша. Жігіттен алған ең арзан сыйлығыңыз? Жоқ, мен жігіттерден ештеңе алмаймын. Алмағансыз. Алмаймын. Мен беріп тұрғанды қалай алып тұрсыз? Мен ұтып алып тұрмын ғой сізге. Окей, мақырға не сұрайсыз? Бұйыртқанды сұраймын, сол уақытқа байланысты. Ол мақыр деген ол күйеуіңе байланысты болады ғой. Өзің таныстырып жүрші өзің группаңды. Бірінші курс студенттері сіздерге өздерінің өлеңдерін арнайды. Жаным ау менің жағама таққан тұмарсың, жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Доғыл шапалақ достар! Қазақстанда жаңа бұйырса 1-2 жылдан кейін шулатайын деп тұрған жас таланттарды көріп жатыр.